Отбасы банктан семейный пакет ашып, мемлекеттік сыйлықақыны кейін февральда қосып алам деген азаматтардың назарына тыңдаймыз кеттік. Міне сіз әкеңізге, анаңызға, бауырыңызға, жұбайыңызға, балаларыңызға счет ашып қойып, жаңағы бәрін ақша төлеп бөліп тастадыңыз да, мемлекет сыйлықақы алам деп отырсыз. Ертең мемлекет сыйлықақы түскеннен кейін оның барлығын қосу керек болады. Достар, қазірден бастап сіздерге кеңес берекелі ерекеден мына бүкіл документтердің бәрін тексеріп алыңызшы, өтініш. Мысалға сіз тұрсыз, ата анаңыз ашқан болсаңыз, жеке куәлігі әкеңіздің, өзіңіздің жеке сіздің өзіңіздің туу туралы куәлігіңіздегі тұрған ақпаратпен салыстырыңыз. Екеуі бірдей әріптер сәйкес болу керек. Дәл сол сияқты сіздің туу туралы куәлігіңіздегі ана деген жеріңізде жеке куәліктегі данныйлардың бәрі сәйкес болу керек. Және осылар әріптер сәйкес келетін болса, онда проблема емес. Егер сәйкес келмесе, қазірден бастап жөндеңіз. Ары қарай жұбайыңызға ашқан болсаңыз, неке туралы куәлігіңіз бар, сол жердегі тұрған ақпараттардың жеке куәліктермен салыстырып көріңіз. Ол жердегі даналардың бәрі сәйкес болу керек бірдей. Туған бауырыңызды ашқан болсаңыз, егер қараңыз, жеке куәліктеріңізді қараңыздар. Егер фамилиясы да аты енді әртүрлі болады, фамилиясы бірдей, және әкесінің аты да бірдей болатын болса, отчествосы бірдей, прям по буквам сәйкес келетін болса, мына жақта енді ұлы болады, мына жерде енді сіздің жынысыңызға байланысты овна болады или вич болады да. Соған байланысты или ұлы, или қызы болып тұрады. Егер сол отчество бәрі сәйкес келетін болса, онда тек жеке куәлікпен ғана аудара бере аласыз бір-бірлеріңізге. Ал егер олар сәйкес болмаса, онда туу туралы куәліктегі мама деген графаны, ана деген или әке деген графаны қараңыздар. Ол жерде сәйкес болу керек. Және балаларыңыз егер 16-тан төмен қарай болатын болса, 16-тан 15 жасқа дейінгі балалар болатын болса, онда туу туралы куәліктегі ақпаратты қарау керек. Ана деген жерде, әке деген жерде әке шешесімен сәйкес болу керек данныйлары. Ал егер бала 16-тан жоғары болатын болса, 18-ге дейін болатын болса, онда туу туралы куәлігі керек болады, жеке куәлігі керек болады. Жеке куәлік пен туу туралы куәліктегі ақпарат бірдей болу керек, және туу туралы куәліктегі мама, папа деген графада міндетті түрде сіздердің аты жөндеріңіз сәйкес болу керек. Достар, осының бәрі по буквам әр әріппен сәйкес болсыншы, өтініш. Осының бәрін тексеріп алыңыздар. Сосын барып ертең банкке барыңыздар. Сосын банкке барғаннан кейін мынау сәйкес емес, мынау сәйкес емес деп ары қарай тағы да жүресіздер. Сондықтан қазірден бастап дайындалсаңыздар, мемлекеттік сыйлықақы түскеннен кейін бәрін ауыстырып аласыздар да өздеріңіз армандарыңызға жетесіздер. Аман болыңыздар.